Бүгін сендерге жаңадан оқушы келді. Аты Игнат. Сендермен бірге оқиды. Қазақша оқуға ауысқандықтан оған сәл қиындық туғызады. Бірақ сонда да көмектесіп, бірігіп, бір сынып болып, бірlikte сабақ оқимыз. Жарай ма? Кім жағына отырғызады? Емес. Игнат, кел мен қасыма отыр. Жақсы, Игнат, бара ғой. Бұл Мейіржан өзінің кластасын. Жігіттер, ана орысты орнына қойдық. Давай, орнына қойдық. Давай оны сабақтан кейін ұрып кетейік. Болмайды, жігіттер, ол да адам баласы ғой. Келіспеймін. Өмір ештеңеге келіспейсің. Жігіттер, мектепте бөлініп деген нәрсе отыр отыр. Балаларға ондай қатты қаралып отыр. Ұрмай-ақ қойып. Маған бәрібір. Бәрінде де мұғалім іздеп жүр ғой, не сабаққа кірмейсіңдер. Маған бәрібір. Игнат, сен не көзін көрген ма не? Саған кім тиісті? Не болды саған көзінен? Аналармен дос болайын деген, аналармен аналар ұрады мені. Игнат, ештеңе етпейді, әрі ертең солармен достасып кетеміз. Сендер вообще-то бізді қорғау керексіңдер ғой. Это вообще-то так буллинг деп аталады. Ал біз буллингке қарсымыз!